Ассалаумағалейкум, құрметті оқушылар. Бұл біздің СДПРО 3 және 4 ағымдармен бірге өтіліп отқан сабақ. Бүгін біз тест-центрда келген есептерді талдайық. Соған арнайық нұсқа талдауға. Жақсы ма балалар? Так, бізде қазір пробный деп кіреміз. Сөйтіп тапсырайық. Так, GCN ерге жаза саламыз. Так, мықты таңдау пен таңдамадық қой біз, Так, мынау нұсқа ескі, өткенде біз талдап болған нұсқа. Так. Мықты біреу не істеген екен ғой мынаны. Так. Біреу тура осындай сандар жазып кірсе, мен де кірсем, сөйтіп аяқтап жүрсем, сонда аяқталып кете ма? Сондай болып тұр ғой, Так. Нәрге онда мен өзім сандарды жазайын. Так. Балалар, мен экраным көрініп тұр ма сендерге? Менің экраным көрініп тұр ма? Так, физмат дей салайық енді. Тестілеуді бастайық. Мынау қандай нұсқа екен? Так. Мынаның ішінде кейбір есептер қайталанады екен. Кейбір есептерін шығарып көрейік. Так, бірінші есептен бастап шығарайық. Так. Барлық көрініп тұр деп ойлаймын, балалар, Мен қазір ерге жазсам көріне ма сендерге? Мат сауаттылықтан білесіңдер, бірінші есеп әрдайым оңай келеді. 300 килограмм қант қызылшасынан 45 килограмм қант алынды дейді. Қант қызылшасының неше процент қант болатын табыңыз дейді. 45 300-дің неше процент деген табу керек. 100-ге көбейтеміз, 300-ге бөлеміз. Мына 2-нөл қысқарады, 3 пен 45 қысқарып 15 болады. 15% деп аламыз. Келесі екінші есеп. Мен жазғаным көрініп жатыр, барлығы нормально, Келесі екінші есеп. Белгісіз санның 3-тен 1 бөлігінен 3-ті шегерсек дейді. Мына өткенде шарт қойдым. Шыққан санды 18-ге көбейтсе, онда 36 шығады дейді. Белгісіз санның 3-тен 1-нен 3-ті шегереді екен. Шыққан санды 18-ге көбейтсе 36 шығады екен. 36 мен 18 қысқарып, мұнда 2 болады. Енді қандай саннан 3 азайтса 2 шығады десе 5 дейміз, Енді қандай санның 3-тен 1 5-ке тең десе 15 дейміз. 15. Так. Келесі үшінші есеп. 0, 2, 4, 6 цифрларын бір рет қана пайдаланып жазуға болатын 3 таңбалы сандар саны дейді. Бұнда есеп, кез келген есепті біз шығара аламыз.
3 таңбалы десе 3 жәшік. Сызып қоямыз, иә. Сөйтіп, мына бірінші жәшікке мен қазір 3 сан жаза аламын деймін. 0-ді ғана жаза алмаймын. Одан кейін бір рет қана пайдаланып деген сөзді ескеріп, екінші жәшікке мен мысалы мына бірінші жәшікке 6 жазсам, келесісіне жаза алмаймын, келесісіне 3 сан, 0 қосылады. 0 жазсам болады. Үшінші жәшікке енді менде 2 сан қалады. 2-ні көбейтсек 18 шығады деген. Кез келген есепті сендер шығара аласыңдар, бұлай келеді. Төртінші есеп, мына жерде енді бұл есеп танымал, Hyundai 2300 теңге үнемдейді дегенді белгілейміз, солай ма? Әрдайым кеп жүрген, өткенді көрген есебіміз. Өткендегі талдауды көрген болсаңдар. Анасы 2 баласының әрқайсысына алғашқы күні 2 жаңғақтан, келесі күндер әрқайсысына алдыңғы күнге қарағанда жаңғақ санын 3-ке арттырып беріп отыр. Бірінші күні 2 жаңғақтан береді, 4 жаңғақ. Екінші күні 3-ке арттырып 5-5-тен береді әрқайсысына. 10 жаңғақ. Үшінші күні бізге 5 күндегісін сұрайды. Енді 8-8-ден береді, 16 жаңғақ. Төртінші күні 11-11-ден береді, 22 жаңғақ. Бесінші күні енді 14-14-ден береді ғой, 28. Мына 28-ге 22-ні қосса 50, 16-ға 4-ті қосса 20, одан 10-ды қосамыз. 20-ға 10, 30, 80 болады. Балалар оқып үлгеріп жатсыңдар ғой, есеп жаңа есеп негізінде. Судай жаңа есеп, бірақ оңай есеп. Келесі суретте берілген өлшем бойынша сатымен көтерілу биіктігін табыңыз. Сатының көлбеулік бұрышы дейді, 30 градус дейді. AL дейді, нақта тең ДК-ға дейді. Ол тең 6 метрге екен. Енді көтерілу биіктігін тап деп отыр ғой, Бізде биіктік деген BL-ді сұрап отырма, сонда балалар мына жерде 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең деген ереже бойынша 6-ның жартысы 3 деп алсақ қалай болады? 30 градусқа қарсы жатқан катет, мына жерде біз не көріп отырмыз? Қараңдар, мына есеп өте судай жаңа есеп. Судай жаңа есеп екен. Мына жердегі балалар ALB деген үшбұрышты мен салайын. Міне. Мынау ALB. AL деген ұзындығы бізде белгілі 6-ға тең деп берген. Одан кейін сатының көлбеулік бұрышы 30 градус деп мына жерді берген бізге. Енді балалар бізде 30 градус деген ережеге байланысты, мынандай ереже бар. 30 градусқа енді 90 градус қой, міне. 90 градус қой. Мына жақ қанша градус болады енді? L бұрышы. Мына жеріміз 60 градусқа тең да. Осындай жағдай орын алса балалар, бізде 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең деп айтамыз. Мынау LB деген 3 метрге тең. Бізден соны сұрайды, сатының көлбеулік бұрышы осындай дейді, сатымен көтерілу биіктігін табыңыз деп отыр. Сол BL-ді сұрап отыр. AB қаншаға тең десе айтасыңдар, 6 деген гипотенуза 6-ның квадратынан 3 деген катеттің квадратын азайтамыз. Түбір астынан шығарамыз деп. 36-тан 9 азайтса қанша болады? 27 түбір астындағы. AB түбір астындағы 27-ге тең, ол 9 көбейтілген 3 десек, 3 түбір астындағы 3. Так, 3 метр деп алдық онда бұны. Гүлзарда сурет мынау енді оңай, 8-ге 10-ды қосқанмен 12-ге x-ті қосқан тең болу керек. Шеңберге сырттай сызылған 4 бұрыш, мына жерде 18, 12-ге 6 болады ғой x-іміз. Бұл есеп енді еске есеп.
Сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан келесі үш мүшесін табыңызшы дейді. Бұл жердегі заңдылық қандай еді? Өткенде келді ғой мына есеп. Так. Қандай заңдылық десе, жоқ, мына есеп келмеген сияқты. Үшке көбейтіп екіні қосады дейді. Иә. Екіні үшке көбейтіп екіні қосады екен балалар. 8 шығады. 8-ді үшке көбейтеміз. Екіні қосамыз 26. 26-ны енді үшке көбейтеміз, сөйтіп екіні қосамыз. 80. Енді 80-ді үшке көбейтіп екіні қосайық. 242. Так, 242 болу керек, С немесе Д. 242-ні үшке көбейтіп екіні қосайық енді. Қанша болады? 726 ма? 28 болады, 728. Болды онда 242 мен 728 бізде Д нұсқасында ғана тұр. Бір ауыздан Д нұсқасын белгіледік. Компот қайнату үшін дейді. Мынаны өткенде шығардық, бұл есепте. Шығара аласыңдар ғой. В общем, мына жақта 3 бізде алма, алмұрт, қара өрік. Қара өрік деген бізде 3x. Сол дейді, неше процентін құрайды осы жемістердің дейді. Осын 100-ге көбейтеміз, барлық жемістерге бөлеміз. Барлық жеміс бізде 20x. Үшеуінде қосатын болсақ ше. Сонда не болады? X-тар жойылып, 300-ді 20-ға бөлейік. Немесе 0-дер қысқарсын, 10-ді 2-ге бөлеміз 5, 15%. Қара өріктің пайыздық мөлшері. Так, келесі 10 есеп екен. Дархан, Айгүл және дейді. Ол есепте ескі есеп. Билет сатып алады. В общем, 7 адам, Дархан мен Айгүл қатар отыру керек. 6 адам деп ала саламыз. Дархан мен Айгүл біріктіріп, оларды алмастырсақ 6 факториал. Одан кейін Дархан мен Айгүлдің өзі екеуі ауысып отыра алады балалар. 6 факториал жағдайдың барлығында олардың екеуінің де орындарын ауыстырсаң, тағы 2 есе көп жағдай шығады. Тағы 2 есе жағдай шығады. Ал тағы 6 факториал жағдай шығады. Келесіңдер балалар. Мысалы, Дархан, Айгүл, одан кейін тағы 5 жігіт отыр да, 5 бала отыр. Одан кейін Айгүл, Дархан тағы 5 бала отыр. Бірақ біз Айгүл мен Дарханды бір адам деп есептейміз да. Сол екеуі өзара алмасқан үшін 2-ге көбейтеміз. Білесіңдер ғой, 1440. Еске түсіріп жіберейік. Келесі 11-ші есеп. Сенбілікте 3 сынып 24 ағаш көшеттеріне отырғызу тиіс дейді. 8-дің А, Ә, Б сыныптар сәйкесінше дейді. 28, 36, 32 оқушы бар екен біле отырып, көшеттерді әр сыныпқа оқушылардың санына қарай пропорционал болатындай бөліп берудің тәсілі дейді. Енді 28, 36, 32. Пропорционал деген тура өздеріне шақ болып несе керек, беру керек та. Қазір бізге А, Ә, Б. Аға аз береді, одан кейін Б-ға, одан кейін Әге көбірек беру керек. Так, мына жерде Аға аз береді, мынау келетін сияқты. Келесіңдер ма? 28 адам ғой ояқта. Аз алу керек. Одан кейін Б, кішкене Адан қарағанда көбірек, Ә ең көп көшетті алу керек та. Қалғандарында міне Б көп ақ біткен, мынақта А көп ақ біткен деген сияқты. Мына В нұсқасында вообще Б көп ақ біткен. Оларда 32 адам. Деген сияқты балалар, ереже түсінікті ғой. А нұсқасында міне А сыныбы Б сыныбына қарағанда көп ақ болғанда, оларда адам аз, 28 адам. Түсінесіңдер ма?
Так, плюс бір нәрсе жазайық, балалар. Че там? Ештеңе жазбайсыңдар, мен көріп отырмын, по идее. Чатты ашып қойғанмын сендерге, менің экранымда ол көрінбейді. Бірақ мен көріп отырмын ғой, бәрі нормальный ма? Все. Все. Жомарт, Шахрияр, Арман, Батырлан, красавчиктер. Все. Сабақтан келген Батырхан дейді, үстелден суреттегідей кесілген пиццаны көріп, ең үлкен бөлігін жеді. Ол пиццаның қандай бөлігін жеген табыңыз. Мынандай есептерді біз шығарғанбыз. 800 есептің ішінде қаптап осындай есептер өте көп етін. 360 градусқа теңестіреміз, ішіндегінің бәрін қосып. 2х қосылған 10, қосылған 3х. 360 градусқа тең. Х-тар қосылып қанша болады? 7х болатын сияқты. 7х қосылған 10-ға 35, тек қана 45. Тең 360 градусқа 7х тең болады. 360-тан 45 азайып тастаймыз. 315 градус. Х тең болады. 315 7-ге бөлейік. 45 градус бар. Енді не сұрайды? Ол пиццаның қандай бөлігін жеген табыңыз дейді. Ең үлкен бөлігі қайсысы деген сұрақ қояды. Х-ымыз 45 градусқа тең екен. 3х па, әлде 2х қосылған 10 ба, х қосылған 35 ба? 3х әрине. 3х деп отқаның 3 көбейтілген 45, 135 градус. 135, 360-тың неше пайыз енді? Бөле саламыз. Қанша қысқарады бұлар? 45-ке бөлсек. 8-ден 3 қой. 8-ден 3 бөлігін жеп қойған, 3х деген бөлігін жеген балалар. Өзі 4 бөлік, соның ең үлкен бөлігі ол 3х деген бөлік, соны жеген екен. 8-ден 3 бөлігін жеген 0,375 немесе 37,5% жеген, пиццаның. Жақсы. Ақкөл мен Бақанас дегенді білесіңдер енді бұны. Қанша еді жауабы? Жауап қанша болушы еді? 12 болушы ма еді? Так, 12 деп тексерсек, мысалы бай тексере саласыңдар ғой. Ақкөл, Бақанас, Сарыкөл. Бізден нені сұрайды? Ақкөлден Сарыкөлге дейін, 12 болса, ар жағымыз бізде 18. Бізден айтады бізге. Мынаның 4-тен бірі дейді, 12-ның 4-тен бірі. Сарыкөлден Бақанасқа дейінгі 18-дің 6-тан біріне тең. Екеуі де тең, 4-тен бірі 3, аның 6-тан бірі 3. 12 дұрыс дейміз. Тапсырманы деген есеп бұл түсінікті деп ойлаймын. Неше күн бұрын? Bir күн бұрын орындалады. 36 жұмысшы уже мынаяқта 5 күнде орындап тастайды, 1 күн бұрын орындалады. Мына есепте бізде ескі есеп. Цилиндр тәрізді ысысқа деңгейі 5 см және көлемі осындай болатын, су құйылған дейді. 3 сантиметрге көтерілді, салынған бөгде заттың көлемін есептеңіз дейді. Мына жерге 3 сантиметрге көтерілген, демек биіктігі 3 сантиметр. Және табанының бізде аудан белгілі. Оны қалай табамыз? Біз көлемі дейді. Жаңа айтты, көлемі 240 сантиметр куб. Биіктігі 5 болған кезде дейді. Ол не деген сөз? Табаны мен биіктігін көбейткен деген сөз. Биіктігі 5 болған. Енді 240-ты 5-ке бөліп жерсек, табанының бізде ауданы шығады. 48-ге тең. Сөйтіп енді біз ананың көлемін табайық. V1 дей салайық. V2 3 сантиметрге көтерілгенде 48 көбейтілген 3 дейміз. Сонда салынған дененің көлемі шығады 144 деп. 144 нұсқасы деп шығады екен дейді. Так, бітіп қалды бізде 15 есеп. Так.
мына есеп жаңа, қалған аяқта мына есеп жаңа. Осындай жағдай. 5-ке 5 10 не? 5 күн емес па, неше күн бұрын деп тұр ғой жерде. Так, все. Тағы бір нұсқаларды көрейік. Жаңа есептер болу керек еді негізі ше. Көбірек болу керек еді бізге ше. Так. Пән таңдайық. Биохим таңдай саламыз ба? Или физмат тізіп тағы бір нұсқасын шарт берем екен. Геомат дей саламыз ба? Геоматты көрейікші. Так. О, мына есеп кішкене түр жақсы екен. Мына есеп кішкене жаңа сияқты. Так, мынау жаңағы жігіттер, жаңаға. Ой. Қалдай саламыз ба? Мынау бағана 15% болған, е? Мұны ерде өткенде шығарғанымыз қайсы дұрыс болушы еді? Тексерген кезде. Қырығы 100 теңгеден 10 мың теңге, 4 мың теңге болады. 4 мың, аяқта 590 кемей қалады. А келе ма? Орындарына қойып тексере саламыз. 39 3900-ге 600-ді қоссақ келеді. 4,5 мың, бір кітаппен 5 мың теңге болады. Шеңбер бойында 6 нүкте берілген, осы нүктелер арқылы жүргізуге болатын хордалар санын табыңыз дейді. 6 көбейтілген 5 бөлінген 2 15 деп белгілейміз, е? Так, Hyundai үнемдейді. 80 болған жаңа жауап. Ой, мынау өткендегі 40-80 болады. Так, 6 болады. Мына есеп жаңа сияқты. Так, есеп талдай қалды. Жаңа логикалық амал дегенге келген. А, Б, С дейді. А-ның орнына 0,5 қояды екенбіз. Б-ның орнына біз 4 қояды екенбіз. С-ның орнына 4 қоямыз. Енді біз төбеден астыға қарай қарауымыз керек, балалар. 4-тің 0,5 дәрежесі деген түбір астындағы 4 деген сөз. Жалпы 4-тің 0,5 дәрежесі деген сөз 2-ден 1 дәреже деген сөз. Так. 4-ті мысалы 2-нің квадрат деп жазатын болсақ, 0,5 пен 2 көбейтіледі, 1 болады. Сонда 4-тің квадраты 16 деп шығады екен. Түсінікті ме, балалар? Мына есеп жалпы мысалы 8-дің 3-тен 1 дәрежесі десе, сендер 8-ді қандай санның кубы деп ойланасыңдар? 2-нің кубы 3-тен 1-мен қысқарады да, 2 болады. 8-дің мысалы 3-тен 1 дәрежесі 2-ге тең. Тура сол сияқты ойландық. 4 деген қандай санның квадраты? 2-нің квадраты
0,15 пен 2 көбейтіліп 1 болады. 2-нің 1 дәрежесі 2, 4-тің квадраты 16 деп. Мына жерде ортасында тұрған дәреже бізде, мысалы 5-ке 3-ті қосқан 8 квадраты 64. 4-ке 2-ні қосады 6, кубы 216. 2-ке 1-ді қосады 3 болады. 3-тің 4 дәрежесі 81. Бұл нұсқасын белгілейміз, бұл заңдылық. Арман география пәні бойынша сынаққа дайындалу мақсатында Қазақстан Республикасының теміржол картасын зерттеп дейді. Картадан Көкшетау теміржол торабының ұзындығы 800 км екенін тапты дейді. 800 км екен. Алматы теміржол торабының ұзындығы Көкшетау теміржол торабының ұзындығының 25%-на дейді. Мынау не болды бізде? Көкшетау. Көкше. Алматы осының 25%-на тең. 25% деген 4-тен 1-і 200-ге тең. Алматы, е? Осы жерден біз сразу оңтүстік Қазақстан теміржол торабын табуымызға болады. Себебі Алматы оңтүстік Қазақстан 3-тен 1-не тең деді. Демек ол 600, е? Оңтүстік Қазақстан. Зерттеу нәтижесі ретінде Алматы дөңгелек диаграмманы құрды дейді. Арман дейді. Арманның құрған диаграммасы дейді. Енді барлық қанша бізде десе 1600. 1600-дің 800 жартысын құрайды. Көкшетау 50% болу керек бізде. Алматы енді 1600-дің 200 неше пайызын құрайды десе 12,5 пайызын құрайды. 600 1600-дің неше пайызын құрайды десе 37,5 пайызын құрайды. Болды, осындай жауапты біз тауып белгілейік. Д ғой, е? Алматы сәйкес келіп тұр барлығы. Көкшетау, оңтүстік Қазақстан. Түсінікті балалар, мына есеп деп ойлаймын. Сенбілікте 3 сынып 24 ағаш көшеттерін отырғызуы тиіс дейді. 8А, Ә, Б сыныптарын, бағанағы есеп қой. 7, 9, 8 болады. Так, мынау да белгілі 8-ден 3 болған. Мынау да өткенде шығартып қойдым. Моторлы қайық дейді. Су ағысының бойымен 105 км жүргенде осы жолда ағысқа қарсы жүзгендегіден 2 сағат жылдам жүзді дейді. Тынық судағы жылдамдығымыз бар бізде 18 км сағатына. Су ағысының жылдамдығын сұрайды. 3-ке тең болушы ма еді бұл? Тексеріп көреміз, қараңдар, жауаппен тексеріс жасақ болады. Су ағысының бойымен 105 км жүзсек дейді. Біз су ағысының бойымен жылдамдықтар қосылады, е? Жылдамдықты мен 1-ден 18 деп жаза берейін. Көбейтеміз уақытты. Осы жолда ағысқа қарсы жүзгендегіден дейді. 2 сағат жылдам жүзді. Ағысқа қарсы жүзсек, бізден азайтылады. 2 сағат жылдам жүзген, демек мынаяқта бізде жай жүзіп келе жатырық. Т қосылған 2. Солай ма? Енді біз қарсы жүзген кезде ұзағырақ жүземіз ғой. Т қосылған 2 дедік. 3-ті қоятын болсақ орнына. Мына жерде 18 қосылған 3 21. 105 21-ге бөліне ма? Бөлінеді. Т тең 5 екен бізде. Бұның орнына, бұл судың орнына 3-ті қойсақ. Мынаяқта енді орындалама сол. 15, 105-ті 15-ке бөлейік. 7, шынында да онау 7-ге тең екен, орындалып тұр балалар. Жауабы 3 екен. Түсінікті ма? Түсінікті ма? Мына жердегі біздің жазғандарымыз ағыстың бойымен мынау ағысқа қарсы
қалай 7 шықты? Т тең 5, мынау Т қосылған 2, енді 7 болу керек. Как раз бізде 7 сағат ерте келіп қойды ол. Ағыстың бойымен жүзген кезде. Су ағыстың бойымен жүзген кезде қарсы жүзгендегіден қарағанда 2 сағат жылдам жүзді дейді да. 5 сағат келіп қойды ол ше. Бойымен жүзген кезде. Орындалып тұр ма? Орындалып тұр. В-ның орнына 3-ті қойған кезде. Болды. Түсінікті? Мынау бір күн бұрын орындалатын үйдің шатыры деген есеп. Шарық үйдің шатыры деген есепті так. Так, мынау. Үйдің шатыры дейді, табан қабырғалары төртке тең шаршы болатын пирамида пішінде жасалынған дейді. Табан қабырғалары төртке тең. Так. Пирамида пішінде жасалынған шатырдың биіктігі 3-ке тең болса, үйдің шатырын қаптау үшін керек материалдың ауданын табыңыз дейді. Так. Пирамида болсын. Енді балалар, мынау пирамидада биіктігі қаншаға тең деді? Биіктік бізде белгілі. Биіктік бізде белгілі. 3-ке тең. Енді мына жерден былай келтірсек, біз бұның апофемасын тауып алуға болады. Апофема деген бізге керек нәрсе. Өйткені мынау қазір пирамиданың 4 жағы бар. Олар үшбұрыштар барлығы. Тең бүйірлі үшбұрыштар. Сол үшбұрыштың біз біреуінің ауданын тапсақ жеткілікті. Бізде бұның табаны керек. Табаны бар бізде. Қаншаға тең деді? 4-ке тең деді. Табан қабырғалар 4-ке тең деді. Одан кейін енді бұның апофемасын тапсақ мына жерде. Болды. 4-ке соны көбейтіп 2-ке бөле саламыз. Сөйт. Бір үшбұрыш тауып алып 4-ке көбейте саламыз. Енді мына жерде мынандай үшбұрыш болып тұр бізде. Үшбұрыш пайда болып отыр. Так. Мынандай үшбұрыш пайда болып отыр бізде. Биіктігіміз бізде тең 3-ке. Мына жағымыз, мына жеріміз 2-ке тең. Себебі ол табанның қабырғасының жартысына тең. 2-ке тең. Енді бұл апофема бізде бол. Апофеманы табайық. Енді бұл гипотенуза болып тұр. 3-тің квадраты 9-ға, 2-нің квадраты 4-ті қоссақ, түбірасты 13 болады. Енді апофема түсінікті болды, 13-ке тең екен. Мына жеріміз 13-ке тең екен. Ауданын табайық, бір үшбұрыштың. 4 көбейтілген түбірасты бар. Түбірасты 13 бөлінген 2. Сонда ол неге тең болады? 2 түбірасты 13. Балар, біз бір ғана үшбұрыш таптық та, 4 жағы бар да, соның ше. Мысалы, мына жағын тапсақ біз, тура сондай, бері жағы бар, ары жағы бар, оң жағы бар деген. 4-ке көбейтеміз, 4 көбейтілген 2, түбірасты 13, 8 түбірасты 13 болады. Шатырды қаптасақ, 8 түбірасты 13 болады екен. Бұл табаны қаптамаймыз, бұл шатыр. Астында балкалар жатыр, короче. Түсіндіре алдым ба мына есепті балалар? Түсіндіре алдым ба? Ми тақтай болып кетті ғой ма дейді. Ешқандай тақтай емес, Пифагор қолдандық балалар. Мына жер 2-ке тең, мынау биіктік 3-ке тең, болып апофеманы тауып алдық. Апофема деген мынау үшбұрыш бар ғой. Мына оң жақтан қарайтын болсаң, үшбұрыштың мына жері ғой. Бұл үшбұрыштың ауданын табумен Пифагорды ғана қолдандық қой. Так, мына үшбұрыш қой міне. Мына үшбұрыш пен мына үшбұрыш екеуі бір.
елестету керек енді бұны тек қана. Болды ма, аяқтадық па балалар мынаны? Ешқандай сұрақтарға претензия жоқ қой, иә? 12 деп аяқтадық. Тағы бір нұсқа көреміз ба? 15 балл алдық, құтты болсын. Скринда үлгермей қалдым дейді. Енді қайтып орала алмаймын ғой мен. Айтпайсыңдар ма жаңа? Балалар. Қайталауынан көресіңдер енді. Екінші попыткаға ма? Қай пәнді көреміз тағы да балалар? Биохимді жаңа көрген сияқты ма едік, деп қоямын, көрейік ал. Так. Оппа, мына есеп бар екен. Есеп бар екен. Қалған мына есеп бар екен. Оппа, мынау жақсы нұсқа. Мынау есеп бар екен. Жақсы есеп сияқты, жақсы нұсқа сияқты. Көреміз ба? Амангелді, қолың сындырайын ба, Амангелді? Мен тақтама жазып атырсың. Тақтам бәрі шимайлап тастадың, Амангелді. Кеттік, бастайық онда. Мен балалар, камерам менің андай черновелі көрсетіп тұр ма? Серігі көрсетіп тұр ма? Не үшін? Енді нормально болды ма? Так. Так. Так, біріншісі түсінікті. 2-нің бізде кубын аламыз 8, 3-нің квадраты 9. 8 бөлінген 9, е? Белгісіз санның 3-тен 1 бөлігі мынау бағана шығардық. 15 болды ма? Так, мынау 3, 4, 2-ні көбейте саламыз. 24 болады. Мынау 10 күн болады. Неге? Қайың ағашы жыл сайын 9 сантиметрге өсіп отыратын белгілі дейді, жыл сайын. Қазіректің 2023-те 9 сантиметр болады. 2024-те 18 болады деген сияқты. Егер биыл отырғызатын болсақ, неше жылдан соң оның жыл сайынғы бойларының өсімдерінің қосындысы 90 сантиметр болатын табыңыз. Жыл сайын ол 9 сантиметрге өседі, сонда 10 жылда 90 болады. Анасы 2 баласының әрқайсысына алғашқы күні 2 жаңғақтан, келесі күндер әрқайсысына алдыңғы күнге қарағанда жаңғақ санын 3-ге арттырып беріп отырды дейді. Жаңағы есеп қой, 80 болады. Ау, түсінікті. 80 болады. Мына есепті енді көрсетіп жүйдік. Қиын, ештеңесі жоқ сияқты. М және N өзара параллель жолдар. Салайық. Так, бұлайынан жіберсек. Енді айтады, мынау бірінші бізде бұрыш екен. Мынау екінші бұрыш. 3-тің 2-ге қатынасында дейді. Мынауымыз бізде 3х, мынауымыз бізде 2х. Онда бұрыштардың айырмасын табыңыз дейді. Балалар, қараңдар. Мынау бізде екінші бұрыш деп көрсетіліп тұрған бұрыш бар ғой. Сол бұрыш пен мына бұрыш тең ба деген сұрақ қойсам. Қалай ойлайсыңдар, екеуі тең ба?
мына қызыл мен мына 2 деген бұрышымыз екеуі тең. Демек біз мына екеуін қоссақ қазір 3х пен 2х-ті ше 180 градусқа тең болу керек қой, ол екеуі қосылып мына жердегі бұрыш болып кету керек қой. Міне общий мына жер болып кетеді де, екеуі қосылса ше. Қоссақ 5х болады, 3х-ке 2х-ті қосамыз. 180 градус болар, 360 емес. Сонда x-іміз тең болады 180-ді 5-ке бөлгенге 36 градусқа. Енді бізде 3х деп отқанымыз 3х-тан 2х-ті азайту керек, айырмасын мән тап деп отыр. 3 жердегі 36-нан азайтамыз 2 жердегі 36-ны. В общем 1х болады ғой енді. 1х деген бізде 36-ға тең. Так, ең нұсқасы болады екен 36 градус. Қиын ештеңесі жоқ, балалар. Түсінікті ғой. Так, 3-ке көбейтіп мына жақта 2-ні қосып отыр ғой, 3-ке көбейтеді, 2-ні қосады. 242, 728 деп кетеді. Так, 3-тің 4 дәрежесі 81. Арифметика ортасы мен медианасын анықтаңыз дейді. Так, медианамыз бізде мына жақта ең кішкентай 13, 16. Одан кейін келесі 2 санды біз 19 бен 35-ті қосып 2-ке бөлуіміз керек. 37, мына жақта 42 бар та. 19 бен 35 2-ке бөлсе 27 екен. 27 мен 27 болады сонда, Арифметика ортаны тапсаңдар 27 болады. Так, ең көп ұпай жинаған команданың ұпай саны кім еді? Мына жақта ең бізде қатты ойнайтын, Реал Мадрид қой дейме? 2 жеңіс, 2 тең ойын, 8 ұпай. Реал Мадрид қой. Мына есеп жаңа сияқты. Так, суретте бейнеленген дейді, маған шартсақ жылдам. Сегіз, мына жер 4 екен. Енді бізге несін тап дейді? Ауданын тап дейді. Ауданын тап дейді. П, мынау Т, У болсын, мынау Q, R, В, С. Енді қараңдар балалар. Мен қазір бұны ауданын табу үшін Т, П-ны табуым керек, мына жердің ұзындығын табуым керек. Мен сендерге көрініп тұрма, көрінбей тұрма, білмей тұрмын. Мышкамен бітсем көріне ма? П-ны табуым керек мен мына жерді. Енді оны табу үшін маған мынау Q, U-ды табу керек. Мына жерді табу керек та. Ол неге тең десе, оны білмеймін неге тең екенін. Сөйтіп келем да мен мынаның дәл ортасынан, қараңдар. Q мен R-дің дәл ортасынан мынандай бір түзу жасаймын. Сол қаншаға тең енді. Десе, бұл 4 мына жағымыз. Одан мына жақ соған былайша айтқанда 4 пен мына жердегі сан мысалы қаншаны қосқанда енді мына жақта бізде тура ортасындағы қара сызық шығады деп ойланамыз ғой енді біз, Ол жерде бізде так. Үшбұрыш дедік, 4 так. Мына QU бізде 8-ге тең, ол түсінікті. Өйткені бізде мынау R деген тура қақ ортасында тұр, QU бізде 8-ге тең. Енді 8 бен 4-тің арифметикалық ортасы екеуін қосып 2-ке бөлетін болсақ 6-ға тең. Мына қарамыз бізде 6-ға тең болды. Осы бізде мынау П-ның тура жартысы да. П демек 12-ке тең деген сөз. Енді ауданын табатын болсақ, біз 12
көбейтілген астындағы 8, 8, 8, 24. Одан бөлеміз 2-ге. Сонда 12 мен 24-ті көбейтіп, 2-ге бөлсек 144. Шығады екен. Так, әңгіменің барлығы мына жерде отыр, балалар. Сендер мынау үшбұрышқа қарасаңдар, QUS деген, е? Сол жерде бұл мынау 4 деп отқан тура қақ ортасынан бөлген да ол. QR мен RS тең. Демек, мынау QU бізде 4-ті 2-ге көбейткенге тең, 8-ге тең да. Сөйтіп тура қақ ортасынан белгілесек, мына жерде қараны, мына жақта 12, мына жақта 12 қалады, тура ортасында, U-ның тура ортасынан. Осыны тапсақ, ол 8 мен 4-ті қосып 2-ге бөлгенге тең 6 болды. Тура ортасы бізде мынау ең ұзын биіктіктің жартысына тең да. П-ті демек 12, 6-ны 2-ге көбейттік. Осындай жағдай, в общем, короче. Кітаптың бірінші томының дейтін аяқта. Өте әдемі шығарды. Рахмет. Кітаптың бірінші томының 60-ның, екінші томының 75-інің құны 270 мың теңгені құрайды. Іс жүзінде барлық кітаптарын өткенде шығарып едік қой. 2000-да 2000 беді. Алпысты 2000-ға көбейтейік, 75-ті 2000-ға көбейтейік. 270 мың, солай, 2000-да 2000. 2-де 5 болса, бізде 2-ның квадраты 4, 5-дің квадраты 25. 4 пен 25-дің арасында болады бізде аудан. Қабырғасы 2-де 2 болуы мүмкін, ең аз жағдайында. Ол 4 болады аудан, 5-те 5, 25 болады. Мұна жерде өте әдемі есеп берілген. Өте әдемі есеп берілген. Так. Суретте. Так, нұқис кетіп қалды. Нұқис кетіп қалды. Короче, нұқис кетіп қалды. Кесіп кетіп қала береді екен, короче. Бүйтейік, балалар. Мына 4 деп алайық, мынау екеуі бірігіп тұр деп ойлайық. 2-2. Енді сәл сурет онша емес болып қалды, оны ренжімейсіңдер. Екеуі квадрат екен, 2-де 2, 2 түбірасты 2-ге тең. Мына жер, түбірасты 3-ге тең. 90 градустары мына жерде айтып отыр. Демек, гипотенуза мынау. Мына жағымыз 2 түбірасты 2 мен түбірасты 3 деген катеттерді квадраттап қоссақ, 11 болады, түбірасты 11 болады. Мына жеріміз түбірастындағы 11 болады. 90 градус бұл катет. G дегенде катет. G мен түбірасты 11 катет, 4 гипотенуза. G-ді табатын болсақ, 4-тің квадратынан түбірасты 11-дің квадратын азайтамыз. Ол 11 болады. Сонда түбірастында 5 шығады. G деген түбірастындағы 5 екен. 2, 2, 4, 4 қосамыз 8, түбірасты 3 пен түбірасты 5 қосамыз 8-ге. Мұны е нұсқасында тұр. 2 түбірасты қайдан шықты дейді? Мынау квадрат қой. Мына квадрат. Бізде 2 катет бірдей болған кезде гипотенуза түбірасты 2-ге көбейтіле салатын сол санға. 2, 2, мына жер 2 түбірасты 2. Мен оны алдында айтқан болдым. Сол бойынша Нұрдәулет. Осындай жағдай міне. G сонда бізде түбірасты 5-ге тең екен. Түсінікті шығар, бұл. Скрин дегендер балалар керек болса айтыңдар. Қай есепке скрин керек? Қазір мынау өшет. Так,
мына жақ өзгеріп кетті ғой. 8 бөлінген 9 бе де? Şu ayakta. Так, төртінші есепте қате кетіп қапты деп, төртінші есеп қандай есеп болды бізде? Төртінші есеп қандай болып еді? Ұмытып қалдық. Бұрыш дейді. Оңай есеп сияқты еді төртінші есепте. По-моему, ауызша шығарды оны. Екі параллель қойыңдар, қайын ағашы ма солай болған. Мен 4-5-ке дейін ба ауызша шығарып келдім ғой. Жарайды, қайталаудан көреміз, ничего страшного. 14 балақ қалдым, короче. Қайын ағаш деген есеп еді. 10 жылда 90 еді ғой жауабы. 90 болмайды деймін сонда. 10 жыл деген 10 жыл емес па? 9 етін негіз дейді. 9 болып, біз 10-ды белгілеп жердік па не? 10 деп белгілеп жердік па? 90 дұрыс қой енді. Шартын ұмытып қалдым. Жыл сайын қаншаға еді? 9 сантиметр ме? 10 сантиметр ме? 10 жыл емес па дейді. Білмеймін, 10 болу керек. Может, тест центрдан қате бар. Тест центрдан қате бар. Жыл сайын 9 деп келді, 90 сантиметр деп берді, я? 10 ғой. 10 жыл болады ғой. Тест центрдің өзінен қате может кетуі мүмкін. В общем, мен өзім 15 бал алып отырмын, короче. 3 нұсқа белгіледім. Жақсы. Сау болыңдар онда, балалар. Давайте, сау болыңдар. Чатқа бөлісе салыңдар сабақ қалай болған. Сендер үшін тырысып жатырмын. Жақсы.